Алтын асық. Баяғыда Дастан деген бала өмір сүріпті. Жасынан кедейліктің тауқыметін тартқан ол бір байға жалданып, күнін көріпті. Қыс түссе, байдың қорасын тазалап, отынын жарып, суын әкеліпті. Жаз шықса, қойын бағыпты. Бай ол бағып келген қойды күнде санап түгендеп отырады екен. Бірде кешкілік мал ауылға келген кезде бай әдетінше санап шығып, бір қойдың жоқ екенін айтады. Сөйтіп, Дастанға дұрыс бақпадың деп ұрысып, сабап, оны үйінен қуып жібереді. Барар жер, басар тауы жоқ Дастан, қайда барарын білмей, бас ауған жаққа қаңғып келе жатады. Бір кезде алдынан үңгір кезгеді. Үңгірдің түбінен жылтылдаған жарық көрінеді. Ол жақындап келіп қараса, жарқырап жатқан асық екен. Бірақ ол жай асық емес, алтын асық болып шығады. Дастан асықты қолына алса, ол адамша тіл қатады. Мен сенің барлық тілегіңді орындаймын, бірақ сен мені ешкімге көрсетпе, және мен туралы ешкімге сөз шығарма. Әйтпесе менің бойымдағы қасиеттің бәрі өшеді. Сол кезде Дастан, ендеше мен байдың бір қойын жоғалтып алдым, соны тауып берші, дейді. Сонда асық қойды байдың өзі сойып жеп қойғанын, оны ақымақ көріп қуып жібергенін айтады. Дастан оны естіп, жылап қоя береді. Сен неге жылап отырсың, деп сұрайды асық. Дастан өзінің кедей екенін, ешқашан тойып тамақ ішпегенін, басында баспанасы жоқтығын айтып, мұңын шағады. Алтын асық қолма-қол үлкен үй тұрғызып, алдына неше түрлі дәм қояды. Дастан үйге кіріп, жылынып, тамаққа тойып алады. Содан бастап Дастан алтын асығының арқасында кедейліктен құтылып, бақытты өмір кешіпті.